Акылды таспака ертегisi. Бир сүйкүмдүү түлкү болупту. Ол не издеп жүр экен, достум? Әрине, ол тамак издеп жүр. Неше күннен бери тамак жемей, карны өтө аш. Не жеймин деп жан-жакка карап, тамак таба алмай жылап отур. Тамак керек мага, тамак. Мен бирдеңенин даусын естиген сыяктымын. Таспакама, бакама? Бака экен ғой. Казыр акырын тыгылып барып, ол баканы жеп алайын деп мәз болуп түлкү акырын аңдап басып, баканын жанына жакындайды. Бүгүн бир тоятын болдум ғой, неше күннен бери нәр таппап едим деп түлкү ойлап турат. Армандап, кыялдап, баканы жегенин ойлап турса, бир заманда акырын жанында бир акылды таспака келип турганын байкамай калады. Түлкү, сен бака байкусту жегеле турсуңбу? Мен сени куткарайын, досум. Деп таспака түлкүнүн куйругун тістеп апты. Түлкү ауырган сончалык айгайлап жиберипти. Бул ким? Жибер мени, жибер куйругумду. Дейсе де таспака тастай тістеп түлкүнүн куйругун жибермейди экен. Бул дауыс эстиген бака шошуп түлкүнү көрөт сала сууга карай кумп этип кашып кетипти түсүп. Аузуна келген астан айрылган түлкү карны ашып, ашууга булыгып, таспакадан кегин алмакчы болот. Каппалым таспака, мен баканы жей алмасам да, сени жеуге шамам жетеді. Сен сондай акырын жүрөсүң, сени устап алам, деп таспаканы жемекчи болот. Деп жейин дегенде таспака өтө акылды болуп, денесин өзүнүн сабытына кыргызып алат, кабыршагына. Бирок куйругу сыртында калып калат, аягы да кыргызып алат кабыршагына. Түлкү болсо тістейт, тістейт, таба алмайт, бир жагын жей алмайт, аягын да колун да таба алмайт. Куйругун көрүп жейин деген кезде акылды таспака куйругун да өзүнүн кабыршагына кыргызып алат. Ашууланган түлкү карны да ачты, енді не истесем болот? Деп тістей берет. Тиси де ауырып, сынып да калат, күшү де жок. Енді мен бир айлага ойланайын дей келе таспакага былай дейт. Эй, таспака, сени мен казыр алыска лактырып жиберейин. Көрейин сенин сынып жерге кулаганыңды, дейди. Таспака айтат. Мен аспанның кандай экенин көргүм келип тур эди. Канеки, лактырчы. Алыска карай ұшып, сенен алыска кетип качайын, дейди түлкү. Болмаган соң таспакага айтат. Сен аспандан коркпасаң, онда мен сени өрткө салайын, отка салып жандырайын, дейт. Таспака болсо, мен тоңуп тур едим, онда мени отка салчы. Кубанар едим, жылыр едим, дейди. Ашууланган түлкү эмне істесем болот деп лактырып жиберип, таспакага айтат. Мен сени сууга лактырам, сууга лактырып туншуктуруп өлтүрөм. Өзүм жемесем де, өзүң өлүп каласың, туншук, дейт. Сол кезде акыл таспака айтат. Мен суудан коркамын, өтүнөмүн, мени сууга лактырмашы, өтүнөм, деп жылайт. Мени сууга лактырмашы, түлкү, деп жылайды.
Бұны естіген түлкі мәз болып, тасбақа судан қорқады екен ғой, деп ақымақ түлкі болса, тасбақаны жылағанын естіп, тіпті қуанып, онда сені лақтырам суға дейді де, тасбақаны қолына жоғары ұстап, суға қарай лақтырып жібереді. Хай, тасбақа, сенен құтылдым ба? Кәне суға бат дейді. Қарап тұрсаң, ақылды тасбақаның айласы озып, тасбақа судан қорқпайтынын түлкі қайдан білсін? Тасбақа суға кіре сала, жүзе жөнеледі. Оны көрген ақымақ түлкі көзі бадырайып, тасбақа суда жүзе алады екен ғой деп қарап тұрады басын ұстап. Сөйтсе, тасбақа жүзіп барып, өзінің бақа досының жанына барып, ән салып, ақымақ түлкі, біз судан қорқпаймыз, мықты болсаң суға сен кел, мықты болсаң бізді суға түсіп же, кәне түлкі, деп түлкіні ашуландырады. Ашуланған түлкі есін білмей, ақылға салмай, өзінің суға жүзе алмайтынын білмей, суға күмп етіп құлап түсіп, судың астына батып кетіпті. Мінекей, ақымақтың ісі бір тұтам демекші, ақымақтық жасап, түлкі суға батып өліпті. Ал тасбақа мен бақа мәңгі дос болып, бірге өмір сүріпті. Сау болыңдар достар.